Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бір ай тәтті жемесеңіз не болатыны туралы сөйлесеміз. Видеоны көрмес бұрын подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Теріңіз серпімді әрі жұмсақ болады. Уақыт бет былғарыдан тазарады. Прыштан, сондай заттан тазарады. Егер басыңыз майланатын болса, тәттіні жемеу бұл мәселені шешеді. Метаболизм қалыпты жағдайға келтіріп, май бездерінің қызметі баяулайды. Сіз күн сайын шашты жуудан бас тартасыз. Дене пішіміңіз сымбатты болады. Диета ұстанбайтын болсаңыз да тәтті тағамнан бас тартсаңыз, аптасына 0,5 килограмм, жарты килограммнан арықтап отырасыз. Біртіндеп целлюлит жоғалады. Тіс шегісі жоғалады. Кариес жоғалады. Тіс шегісі тәттінің жақсы көретін бактериялардан көп болуынан пайда болады. Көңіл күй егер тәтті болмаса, әлде қайда көтеріңкі болады. Ешқандай эмоционалдық жарылыстарға, депрессиялық күйлерге күйзеліс болмайды. Ұзақ уақыт жұмыс істеп, тез ұйқыңыз үнемі қанып жүреді. Бұл өмір емес, ертегі сияқты, бірақ бұл шын мәнінде де қол жетімді, егер сіз тәттіден бас тартсаңыз.